Барларыңызға қайырлы күн. Бүгінде бізде бірге қазақша үйренейік атты жобамыз ашылып отыр. Осы жобаның ашылуына байланысты бүгінгі алғашқы сабағымызда қалай қазақша дұрыс сәлемдесу керек екенін үйренеміз. Всем добрый день. В сегодняшнем дне у нас открылся проект «Учим вместе казахский». Объявляя открытым этот проект, в нашем первом уроке мы будем учиться, как правильно здороваться на казахском языке. Жалпы сәлемдесу деген қазақ халқында имандылық пен адамгершілікті білдіреді. В целом, здороваться первым и здороваться красиво принято в казахском народе как уважение к человеку. Жалпы бұрыннан бері қалыптасқан салт-дәстүр бойынша ерлер мен әйелдердің сәлемдесу салты мүлдем екі бөлек. Яғни әйелдер кез келген ортада, кез келген жерде сәлеметсіздер ме, сәлем берді, қалдарыңыз қалай деген тілмен амандаса беретін болса, ерлердің сәлемдесуі мүлдем екі бөлек. Женщины и мужчины в казахском народе здороваются совсем по-разному. То есть женщины здороваются в любом месте, в любом круге со словами «сәлеметсіздерме», что в переводе означает слово «здравствуйте». Ерлерге тоқталатын болсақ, ерлердің амандасу салты қол алысу және қол берісумен тоқталады. Яғни олар «ассалаумағалейкум» және «уағалейкум ассалам» деген сөздермен амандасады. Олардың мағынасы Алланың нұры жаусын сізге дегендей. Ассалаумағалейкум деп айтып отырған адам қолын ұсынып, екінші адамнан уағалейкум ассалам деген сөзді қабыл алады. А мужчины в казахском народе здороваются совсем по-другому. Они здороваются рукопожатием, говоря слова ассалаумағалейкум и уағалейкум ассалам, что в значении обозначают как «мир вам» и «мир вам Божье». Жалпы осы қазақ халқында сәлемдесу өте үлкен құрметті білдіреді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.